Әлде қайда бақытты, көбірек ақша табатын, қысқасы өзіңіздің бұдан да жақсы нұсқаңыз болғыңыз келе ме? Мотивациялық спикерлер мен жазушылар өз құпияларымен бөлісуден әсте қашпайды. Дегенмен, олардың кеңесіне үнемі құлақ түрген дұрыс па? Олай болса өмірді жақсарта түсінуге ұсынылатын бірегей шешімдердің неге кейде жұмыс істемейтініне тоқталайық. Жаз әрі байы. Мотивация сыйлайтын әдебиет тың дүние емес. 1859 жылы осындай кітапты алғаш рет шотланд жазушы Сэмюэл Смайлс жазған. Оның өз-өзіне көмектесу Self-Help деген кітабының атауы уақыт өте келе тұлғалық өсу туралы кітаптардың тұтас жанрына айналды. Өз-өзіңе көмектес еңбегіне деген сұраныс жоғары болып шықты. Алғашқы жылы 20 мың экземпляр сатылды, ал автор қайтыс болардың алдында 1904 жылы сатылым 250 мыңға дейін жетті. Тұлғалық өсу туралы әдебиет әсіресе ақш-та кеңінен тарап, сәттілік кілтінің бір бөлігіне айналды. Америкалық жазушы Уоллес Уотлес 1910 жылы «Бақытты болу ғылымы» деген кітап шығарды. Ол кітабында байлыққа жетер жолдағы басты кедергі ақылдың қоятын тосқауыл екенін айтады. Кітап авторына үлкен танымалдылық сыйлап, өзге жазушылар үшін бағдарға айналды, ал оның тираждары әлі күнге дейін басылып келеді. Уотлестің идеялары 1937 жылы жарық көрген «Ойлан және байы» деген кітабында Наполеон Хилл жетілдіре түсті. Ол байлықта, кедейлікте мидан бастау алады деп жазған, және осы қанатты сөз әлі күнге дейін мотивациялық тренингтерде қолданылады. 1970 жылы әлем бойынша Хиллдің кітабының 20 миллион экземпляры сатылды. Жағымды оймен баста, сонда табысқа қол жеткізіп байисың деген әдіс сәтті бастама болды. 100 жылдан кейін олардың орнын Брайан Трейси, Тони Роббинс, Роберт Кийосаки секілді ораторлар басты. Дегенмен мамандардың тұлғалық өсу туралы негіздемесі өзгерген жоқ. Кез келген адам кез келген белесті бағындыруға қабілетті. Тек жайлылық аймағынан шығып, жақсылық туралы ойласа болғаны. 2019 жылы тұлғалық даму индустриясы 11 миллиард долларға бағаланды. Бұл сомаға тұлғалық даму туралы кітаптар мен видеолар, курстар, шеберлік сағаттары мен мотивациялық ораторлардың баяндамалары кірген. ақш-тағы NPD Book компаниясының зерттеушілері тұлғалық өсу туралы кітаптардың сатылымы соңғы 6 жылда тұрақты түрде өскенін, және 2019 жылы 18,6 миллион экземплярға жеткенін аңғарған. 2013 және 2019 жылдар аралығында 3 есе көп жаңа кітаптар пайда болған, ал олардың орташа тиражы 30 мыңнан 85 мыңға жеткен, шамамен 3 есе көп. ақш-тағы мотивация бойынша дербес жаттықтырушылар мен коучтардың орташа жылдық кірісі 27 мың доллардан 73 мың долларға дейін. Мұндай ақшаны орташа статистикалық коучтар тек кеңес берген үшін ғана алады. Бұл цифрға кеңестер жазылған кітаптар үшін гонорар мен өзге кірістер қосылмаған. Мысалы, Роберт Кийосаки секілді ерекше танымалдар өз аттарынан тренингтер ұйымдастыруға рұқсат береді. Мотивация өте қымбат тұрады. Көз бояушылық. Дәрігерге бару керек болғанда маманды зерттейміз. Дәрігердің медициналық білімі бар, ал тағайындалған дәрілерді оларға жүргізілген зерттеулерге қарап, қаншалықты тиімді екенін анықтауға болады. Алайда тұлғалық өсу жөніндегі жаттықтырушыны қалай бағалай аламыз? Біреудің біздің мотивациямызға ықпал ету деңгейін өлшеу қиын. Әйтсе де өзін тұлғалық өсу саласы бойынша маманмын деп жүрген адамның қандай екенін қарап, ол пайдаланатын әдістерді бағалауға болады. Наполеон Хиллге бірнеше рет айлакер деген айып тағылған болатын. 1909 жылы ол студенттері машиналарды құрап, сатумен айналысқан Вашингтон автомобиль колледжінің негізін қалаған. 1912 жылы Motor World автомобиль журналы Хиллдің жарнамалық материалдары сатып алушыларды алдап келген дегенді жариялады. Хилл колледжді жауып, 1915 жылы қыркүйекте Чикагода мектеп ашып, мұнда өзіңе деген сенімділікті оятып, табыстылық қағидаларына үйретпек болды. 3 жылдан кейін жергілікті Чикаго Трибун газеті Наполеон Хилл мектебінің акциясын 100 мың долларға сатпақ болды дегенді хабарлады. Алайда олар тек 1200 долларға бағаланған. Көп ұзамай ол мектепті жауып, жазушылықты қолға алады. Алғашқы табыстылық заңы артынан Ойлан және байы кітаптары жарық көреді. Ол сондай-ақ Эндрю Карнегиден сұхбат алған және ақш президенті Вудро Вильсонға бірнеше дүниежүзілік соғыс кезінде берілу туралы келісімге келуге көмектескенін алға тартады. Алайда бұл мәлімдемелердің дәлелі жоқ. Кітаптары мен әлемге жасалған табыстылық жөніндегі сапарлары Наполеон Хиллді байлыққа жеткізді. Кейін ол жеке жетістіктер академиясымен өз атынан қор ашады. Енді оның ізбасарлары басқаларды табыстылық ғылымына үйрете бастайды. Көп жағдайда өздігінен өсу эзотерикамен ұштасып кетеді. 2004 жылы Вадим Зеланд шынайылық трансервинг сериясының алғашқы кітабын шығарды. Оның идеясына сәйкес, әлем бір уақытта шексіз мөлшердегі кеңістіктерден құралады. Олардың әрқайсысында түрлі оқиғалар орын алып жатады. Өз қалауыңды жүзеге асыру үшін ойша ғаламның керекті бағытына өтуің жеткілікті. Тұлғалық өсуге жататын кей әдістер күмән тудырады және алаяқтыққа жақын көрінеді. Қаптап жатқан уағдалардың соңына түсіп кетпей тұрып,
тереңірек қазып көру қажет. Бізге ертегі сатып жатқан жоқ па? Автордың өзіндік тұлғалық өсуінің нәтижесі шынымен жағымды ма? Тек жақсы нәрсе ойла. Мотивация индустриясына нұсқаулықтың әмбебап болуы тән. Дегенмен де, жалпылама кеңестер зақым келтірген тәжірибе секілді нақты проблемаларды шешуге көмектесе алмайды. Тұлғалық өсу өз-өзіңді бағалауды көтере ала ма? Ол жағы да күмәнді. Психологтар Джоан Вуд пен Джоан Ли тәжірибе жүргізіп, оған қатысушыларға мен тартымды адаммын деген сөйлемді қайталауды ұсынған. Оны мотивациялық тренингтерде жиі қолданады. Артынан қатысушылардың көңіл күйі мен өзін-өзі бағалау деңгейлері қаншалықты өзгергенін анықтау мақсатында сауалнаманы толтыруын өтінген. Өзін-өзі бағалау деңгейі төмен қатысушылардың жағдайы одан сайын нашарлай түскен, ал жоғарылары аздаған жетістікті байқаған. Зерттеушілер жағымды мәлімдемелер адамның нақты көңіл күйімен күресіп, өздеріне деген сенімділіктерін одан сайын төмендетеді деген тұжырымға келген. Ал жағымсыз салдар туындап қалуы мүмкін деген аздаған ойдың өзі қатысушыларға жағдайды дұрыс басқарып тұрған секілді сезім сыйлаған. Нәтиже бола ма? Шәкірттері өзін-өзі дамыту бойынша тренерлердің білімі көмектескен сәтті оқиғалармен бөліседі. Алайда жеке адамдардың үлгісі барлығына сәттілікке кепілдік бермейтінін ұмытпаған жөн. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде математик Абрахам Вальд базаға қайтып оралғаннан кейін Америка ұшақтарын зерттеумен айналысты. Оқ көбінесе ұшақтардың фюзеляжын, ал сирек жағдайда қозғалтқыш пен бензин багы маңын тесіп өткен. Бір қарағанда қай жерге көп тисе, сол жердің қорғанысын күшейту керек секілді. Алайда математик бірінші кезекте осы көп зақымдалмаған бензин багы мен қозғалтқышты нығайту керек дегенді айтады. Егер ұшақтың сол жеріне оқ тиген болса, ол істен шығып қайтып оралмас еді. Бұл құбылыс аман қалғандардың қателігі деп аталады. Мұндайда бір топ туралы мәлімет көп, ал екінші топ туралы аз болады. Нәтижесінде деректердің тек жартысы ғана талқыланып, маңызды ақпарат назардан тыс қалады. Сондықтан да шешім қате болып шығады. Кітаптардан және мотивациялық тренингтерден ғажайыптық тудың қажеті жоқ. Олардың арасындағы кей идеялар шынымен пайдалы болуы мүмкін. Яғни қаржыны жоспарлауды, эмоциялық көңіл күйімізді басқаруды, маңызды қадам жасауға үйретеді. Алайда, қалағаныңа қол жеткізу үшін ғаламның біреудің ойына қарай икемделуін күтпей, өздігіңнен қадам жасауға тура келеді. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпа.